Саламатсыздар ма? Сіздермен бірге мен Бауыржан және математика каналы. Мынандай есеп берілген. Дұрыс үшбұрышты пирамиданың бүйір құры 6-ға тең. Табанына 30 градус бұрыш және табанына 30 градус бұрыш жасап бөлбеген. Пирамиданың көлемін табыңыз. Бізге пирамиданың көлемін табу керек. Өтен сұрақ. Ол үшін не істейміз? Ең алдымен пирамиданы әріптермен белгілеп алайық түгелерін. А, В, С, Д болсын. Және мынау бізде 10 нүктесі болсын. Ең бірінші кезекте А, О, В үшбұрышын қарастырайық. А, О, В үшбұрышы бізде тік бұрышты үшбұрыш. Отыз градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең. Яғни АО тең болады АВ бөлінген 2-ге. Ал бізде берілгені бойынша АВ гипотенузасы 6-ға тең. Сонда АО бізде 3-ге тең. Яғни биіктігін таптық, биіктігі бізде 3-ге тең деген сөз. Келесі. Ең алдымен осы жерден В10-ны тауып алайық. В катетін табу үшін Пифагор теоремасын пайдаланамыз. Гипотенузаның квадратынан екінші бір катеттің квадратын азайтамыз. Сол кезде бірден жазайық, 6-ның квадраты азайтылған 3-дің квадраты болады. 6-ның квадраты 36, азайтылған 20, азайтылған 9 болады. Сонда бізде 27 шығады. Ол деген 3 түбірасты 3-ге тең. Яғни ВО бізде 3 түбірасты 3-ге тең екен. Ал ВО дегеніміз бізде дұрыс үшбұрыш болғандықтан табаны дұрыс үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусына тең. Ал дұрыс үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусы мынандай формуламен табамыз. А түбірасты 3 бөлінген 3-ге тең деген сөз. Осы жерден Аны табайық. А тең болады 3R бөлінген түбірасты 3-ге. R бізде белгілі 3 түбірасты 3-ге тең болды. Сол кезде 3 көбейтілген 3 түбірасты 3 бөлінген түбірасты 3 бізде 9-ға тең. Яғни табанындағы дұрыс үшбұрыштың қабырғалары 9-ға тең деген сөз. Бізде көлем табу үшін ең алдымен көлемнің формуласын жазайық. Пирамиданың көлемі 3-тен 1 S табан көбейтілген биіктігіне тең. Биіктік бізде бар, енді табанның ауданын табу ғана қалды. Ал табаны дұрыс үшбұрыш болғандықтан дұрыс үшбұрыштың формуласын жазайық. Ауданның формуласын жазайық. Ол бізде А квадрат түбірасты 3 бөлінген 4-ге тең. Яғни бізде бұл 9-ның квадраты көбейтілген түбірасты 3 бөлінген 4-ге тең. 81 түбірасты 3 бөлінген 4. Енді көлемін табайық. 3-тен 1 көбейтілген S табанымыз бізде. 81 түбірасты 3 бөлінген 4 көбейтілген биіктігіміз бізде 3-ге тең. Сол кезде 81 түбірасты 3 бөлінген 4 шығады. Бұл бізде А жауабы.